маған бір жігіт айтады, 25-тегі бала финанс министрлігінде істейді екен да. Сосын айтамын, сен нағыз жемқорлардың ішінде жүр екенсің ғой десем, рас дейді. Сендер енді осылай бола береді, біз жас ұрпаққа сеніп отырмыз ғой. Біз жемқорлықты бір-ақ күнде жоямыз дейді да. Мен мысалы программа жасадым дейді. Анау Пекиннен шыққан КамАЗ көлігі, мысалы енді жүгі бар. Осы Алматының келіп, ішіндегі табарын ана қолдан қолға өткенше соның бақылайтын программа жасадым дейді. Мысалы. Сонда, мысалы, маған дейді, Болат Назарбаев қарғостан 6 миллиард алып отыр дейді жылына. 6 миллиард алып отыр. Жаңа бала айтады соны, енді ішінде жүргесін біледі ғой. Біз соның бәрін жасап бердік дейді үкіметке. Сол ана қаншама бізге мына келіп жатыр, таможнядан өтетін. Анау, мысалы, Пекиннен шықты ма ол, қай мемлекеттен шықты, соның бәрін қандай тауар бар, оның құны қанша, оның сақталуы. Толық цифровизация жасаған ғой, иә? Соның бәрін жасадым дейді, жаңағы. 25-тегі бала айтады. Енді оны қазір жемқорлыққа осы цифрлық система, жаңа мысалы қазір айтып жатырмыз да, цифрландыру дейміз. Цифрландыру бізде штрафпен өлшеніп жатыр. Біз штраф төлету үшін цифрландырған сияқтымыз. Қазір аяғың басқан жерде камера тұр. Айыппұл, салық қазір бәрі. Оның бәрі халықтың қалтасын. Каспий переводына сатып келіп жатыр. Енді Каспий перевод. Енді ол ақыр заман ғой. Ал неге біз биліктегі мына нелерді байқамаймыз? Мына жаңағы бүкіл таможня, мына прокуратура, мына біздің үкімет, министрлерді неге біз оларға сондай орнатпаймыз? Мына цифрлық жүйеге солардың іс-әрекетін неге көшірмейміз? Ана ақшапының потоктарын неге көшірмейміз? Мысалы, оңай ғой. Сонда бала айтып отыр. Соны қазір орнатса да үкімет бітті, ешкім ештеңе орнатпайды дейді. Бірақ қабылдамайды, ол керек жоқ ешкімге. Көрдіңіз ба? Сонда өздері өзгергісі келмейді.